Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Мистер Казак. Бүгінгі видеода біздер копия 3 әдемі төсек жасайтын боламыз, яғни кроваттар жасайтын боламыз. Бірінші бізде осындай заттар керек болады. Міне осы затпен бірінші кроватымызды жасайтын боламыз. Ол үшін бізге стенка да керек. Мына жерге стенка жасап тастай салайын. Міне осылайына салып шетін бұлайына ашып бізге жерге снег керек болады. Мына жерге қою үшін манекенді міне осылайына қалатып қоясыздар. Міне мынандай скелеттің басын қоясыздар, немесе криперс болады, және де өздеріңізге ұнаған заттарды қоя бересіздер. Бұл жерге өзіңізге ұнаған затты қоясыз. Сосын мына жерге төсек қоясыз. Сосын бізге мынау керек болады. Осылай жасау керек. Еппен жабамыз. Қазір күтетіңіздер, мына жоқ болады. Сосын бізге мынаны бүйтіп дұрыстап қояйын. Дәл осылай қоясыз, және де мынау төбесінен қойылмай жатыр. Мына басып көре салайын қазір. Міне керече болды. Мына жағын қойдым. Осылай жасау керек, сосын шеттері әдемі болып тұру үшін. Короче, міне осылай салу керек. Осылай қолданыз. Үйігіміз, мына жерге кварцевый блок қоямыз. Енді мына жерге красный каменді қою керек. Осылай тұрады. Енді міне бірінші кроват дайындауға болады. Артынан міне осы жерлерін тесесіздер. Мына бұлайына қоясыздар люкті. Міне біздің бірінші секретный кроватымыз дайын болды. Біз енді екіншісін жасаймыз. Осылай жасау керек. Бізге ол үшін заттарды ауыстыру керек. Мынау керек емес, мынау керек емес. Мынау керек болады. Сосын бізге мынау керек болады. Лестница керек болады, өйткені ол төбеде болатын кроват. Сосын кварцевый блоктың жерге жабысып тұрған түрі керек. Қазірде аласылайық. Демек бұл үшін бізге қазір кірпіштен мен өзіме керегін тауып алдым. Енді біздер салуды бастаймыз. Ол үшін бізге мына жерге кроват қою керек. Оның төбесіне тастарды қоясыздар. Міне осылай, сосын төбесіне кроват қоясыз. Екеулік болу керек, обязательно әдемі болып тұру үшін. Міне дайын. Осылайны жасау керек. Және де бізге тағы да почка керек болады. Почка емес, бізге ағаш керек болады, ағаш. Ағашта болады. Түрлі заттар болады. Короче, сандық керек болады. Сандық былай. Дайын. Мына жағы да дайын.
осылай жасайсыз. Сосын бұларға дезинфекция керек болады. Міне болдық. Міне әдемі сандықта қоя аласыздар. Өздеріңіз қалаған затты міне біздің екінші кроватымыз дайын. Және де біздер енді үшінші кроватымызды жасайтын боламыз. Ол да өте оңай. Жалпы өздеріңіз де жасап көрулеріңізге болады. Міне, короче, осылай синхрос. Осылай жасау керек, обязательно әдемі болу үшін. Өздеріңіздің қалағандарыңызды жасай бересіздер. Міне осылай. Сосын бізге кроват керек. Әшертерін бүйтіп. Міне қалай да. Қалай қоясыздар. Осылай бүйтіп. Міне қоясыздар осыларды. Сандық. Жарық болу үшін мынаны да аласыңыздар. Міне мынаны қояйын. Бір жағы дайын болды. Қазір бізге өзімізге керекті заттарды қойып аласыздар. Осы жерге не маған осы керек, манекен керек. Сосын броня ілдіріп қоямын. Манекенді осылай қарап броня ілдіріп қоямын. Мына астына әдемілеп өздеріңіз қалағанды қоясыздар. Міне біздің үшінші кроватымыз да дайын болды. Сіздермен бірге болған мистер Казак. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.